Қызым, мені аяшы, менің тамақ ішпегеніме 3 күн болды. Менің тамақ алатын тіпті ақшам да қалмады, деген әженің әжім торлаған бетін көз жасы жуып жатты. Міне, менің сөмкемде тек жинаған бос бөтелкелерім ғана бар. Әже, мен сізге айттым ғой, біз бөтелкелерді қабылдамаймыз. Бұл нан сататын дүкен. Сіз ең құрығанда оқи алатын шығарсыз. Сыртта нан дүкені деп жазылып тұр. Сізге бөтелке қабылдайтын жерге бару керек. Сол жақта бөтелкелеріңізді тапсырыңыз. Сонда нан алуға ақша болады. Содан кейін ғана келіңіз мұнда. Қызым, мен бөтелке қабылдайтын орынның тек 12-ге дейін ғана жұмыс істейтінін білмедім. Кешігіп қалдым. Өйткені мен ешқашан бөтелке тапсырып көрмеп едім. Шарасыздықтан жинадым. Енді қайдан ақша алатынымды да білмеймін. Енді маған не қыл дейсіз? Аз ұйықтау керек еді. Ертең таңертең бөтелкелерді ертерек тапсырыңыз. Содан кейін ғана келіңіз. Қызым, маған ең болмағанда 2-3 тілім ғана нан берші. Ал ақшасын ертең саған әкеліп беремін. Аш болған соң басым айналып тұр, деп қарт әйел сұрауға қатты ұялса да, бірақ өз-өзін ұстамды ұстап тұр. Жоқ, әжетай, мен қайырымдылықпен айналыспаймын. Өзім де күнімді әрең көріп жүрмін. Мұнда қайыр сұрайтындар онсыз да көп жүреді. Болды, барыңыз енді. Менің уақытымды босқа алмаңыз, деп сатушы әйел назарын кезекте тұрған келесі адамға аударды. Бұл тұрақты сатып алушы еді. Сәлеметсіз бе? Бүгін сіздің сүйікті тоқаштарыңызды әкелді. Мынау ішіне өрік салынғандарын бүгін әкелді. Ал шие қосылғандары кешегі. Не дейсіз? Қайырлы күн. Ер адам өз ойының тұңғиығына батып кетіп, сатушы әйел мен кемпірдің әңгімесіне мән бермеді. Мен өзімнің сүйікті тоқаштарымды алайын деп едім. Маған жаңғақ пен кептірілген жемістер қосылған нан мен тағы 6 шие қосылған тоқаш беріңіз. Шие қосылғаны кешегі, деп сатушы әйел шыдамдылықпен қайталады. Өрікпен жасалғаны бүгінгі. Онда маған өрік қосылғанын беріңіз. Ер адам дүкеннің жанында тұрған қарт әйелді әлі де байқамады. Ол әйел болса одан көз алмай қарап тұр. Дүкеннің терезесінен сатушы әйел ер адамға сатып алған тоқаштарын ұсынды. Ол қалың әмиянын алып шығып 10 мыңдық қағаз ақшамен төледі. Бір кезде ер адам әженің түріне қарап, бар назары оның күртесіндегі үлкен әдемі тереуішке ауды. Егде жастағы әйел қайыршыға мүлдем ұқсамайды. Үстіндегі киімдері ескі болса да, таза әрі ұқыпты киінген. Еркін көлігіне отырды. Сатып алған заттарын алдыңғы орындыққа қойып, жолға шықты. Оның фирмасының кеңсесі жақын жерде орналасқан. Еркін Қанатұлы, сіздің әйеліңіз жаңа ғана қоңырау шалып, сіз келген соң қайта қоңырау шалуды өтінді, деді оның хатшысы. Мадина, не болды? Басталды ма? Деп Еркін үрейленді. Жоқ әлі, деп әйелі иығын көтерді. Еркін тұрмыстық техника сататын фирмаға иелік етті. Ол шағын кәсібін 90-шы жылдардың басында бастады. Небәрі 4 жыл ішінде оның ақыл-ойы мен тапқырлығының арқасында фирма айтарлықтай өсті. Еркіннің кеңсесі қаланың шетінде болды. Ол кеңсені орталықтан да аша алатындай жағдайы бар еді. Бірақ босқа ақша шашуды ұнатпайтын. Еркін отбасына арнап үлкен коттедж үй салды. Сол үйде әйелі, 2 ұлымен бақытты өмір сүріп жатты. Енді 2 аптадан кейін ол 3-ші рет әке атанғалы жатыр. Сондықтан әйелінің қоңырауы оны қатты алаңдатты. Құрметті тыңдарман, менің видеоларымды 74% адамдар каналға тіркелмей көреді екен. Өтінемін, еңбегімді бағалаңыз. Каналға тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Тілі жоғалған ұлттың өзі де жоғалады. Қазақша каналдардың көбеюіне өз үлесіңізді қосыңыз. Мадина, не болды? Бәрі жақсы ма? Жақсы, алаңдама. Еркін, онда бізді мектепке шақырып жатыр. Арман тағы да сыныптастарымен төбелесіпті. Жаным, мен бара аламын ба білмеймін. Фирмада жұмыс көп. Істейтін біраз шаруа бар. Бүгін мен бір ірі жеткізуші фирмамен келісімге келуім керек. Еркін, сен түсінесің бе? Маған онда бару қиынға соғады.
Жоқ, саған ешқайда барудың қажеті жоқ, тек өзіңді күт. Мен қалайда мектепке баратын уақыт табамын, уәде беремін. Ал Арман жай сөзді түсінбейтін болса, менен таяқ жейді. Кешір жаным, енді маған жұмыс істеу керек. Бүгін үйге кеш барамын. Мені кешкі асқа күтпей-ақ қойыңдар. Қымбаттым, сен үйде мүлдем болмайтын болдың ғой. Балалар сені онсыз да көрмейді. Сен жұмыстан келгенше олар ұйықтап қалады. Ал таңертең сен кетіп бара жатқанда да олар ұйықтап жатады. Мен сен үшін уайымдаймын. Сен мүлдем демалмайсың. Енді не істеймін жаным? Жұмыс сондай. Енді осылай әрі кетсе, бір жеті жұмыс істейтін шығармын деп үміттенемін. Содан кейін жұмыс азаятын шығар. Не дейсің? Сонда мен перзентханада болғанда балаларды кіммен қалдырамыз? Уайымдама, оған дейін бірдеңе ойлап табамын. Мүмкін күтуші жалдармыз. Жоқ, менің балаларымды күні бойы танымайтын бейтаныс адаммен қалдыруға келіспеймін. Мадина, жаным, кейінірек сөйлесейікші. Шын айтам, менің жұмысым көп. Еркін, осы сенің ақ шаруаң бітпейді екен. Кейде маған сен бізге тіпті алаңдамайтын сияқты көрінесің. Саған біз бармыз ба, жоқпыз ба, бәрібір сияқты. Жаным, олай айтпашы. Мен не істесем де бәрін отбасымыз үшін жасаймын. Сен үшін, Арман мен Әрсен және біздің жақында дүниеге келетін қызымыз үшін. Кешірші жаным, мен олай айтпауым керек еді. Сені қатты сағындым. Сенімен көбірек уақыт өткізгім келеді. Еркіннің кеңседегі жұмысы бітпей, кешке дейін отырды. Ол үйіне келгенде балалары ұйықтап жатты. Ал әйелі оны қонақ бөлмесінде күтіп отыр екен. Кешір қымбаттым, мен бүгін саған артық айттым. Бәрі жақсы жаным, уайымдама. Мені күтіп шаршамай демала бермедің бе? Жоқ, кеттік, ас үйге барайық. Мен саған кешкі асты жылтайын. Жоқ, рахмет жаным, әуре болмай-ақ қой. Мен аш емеспін. Кеңседе тамаққа тапсырыс беріп ішіп алғанмын. Айтпақшы, мен саған ішіне өрік салынған тоқаштар әкелдім. Дәмі дегенің керемет. Мен бірнеше рет басқа жақтардан сатып алып көргенмін. Ал олар бұл нан дүкеніндегідей еш жерде дайындай алмайды. Ал жаңғақ пен кептірілген жемістер қосылған нанның дәмін айтсаңшы. Сөз жетпейді. Иә, маған да тоқаштардың дәмі ұнады. Ал бұл нан маған да, балаларға да мүлдем ұнамады. Нан дейсің бе? Деп Еркін ойланып кетті. Ойына мана таңертең нан дүкенінің жанынан көрген қарт әйел түсті. Қымбаттым, бар енді, жатып демалып ал. Ертең таңертең қайтадан кеңсеге таң атпай кетесің ғой. Еркін деймін. Саған не болды? Әйелі оны ойынан оятуға тырысты. Фирмада бәрі дұрыс па? Бір қиындық бар сияқты. Айтсаңшы, не жағдай болды? Жоқ. Фирмада бәрі жақсы. Ертең тағы да бір жеткізуші фирмамен келісімге келсек, одан да жақсы болады. Меніңше сен қатты шаршаған сияқтысың. Сені ұйқы қысып тұрған сияқты ма? Қалай өзі? Жоқ, мен тек есіме бір нәрсені түсіруге тырысып жатырмын. Айтпақшы, сен білесің бе? Мен бүгін нан дүкенінің жанынан бір қарт әйелді көрдім. Иә, мен әдеттегідей сол кезде де қатты ойланып кетіппін. Енді ғана еміс-еміс есіме түсе бастады. Ол қарт әйел сатушыдан оған нан беруін өтінген сияқты. Не деген сұмдық. Бірақ сен оған нан сатып алып берген шығарсың. Мәселе сонда болып тұр. Мен жұмысқа байланысты өте маңызды қоңырау шалуым керек еді. Содан алдын ала айтатын әңгімемнің егжей-тегжейін ойластырдым. Сондықтан мен сатушы әйел мен әжейдің әңгімесіне дұрыс мән бермедім. Енді сол кезде олардың сөйлескендерінің тек үзінділері ғана есіме түсе бастады. Бірақ бұл ең маңыздысы емес. Маған сол қарт әйелдің жүзі таныс болып көрінді. Бірақ мен оның кім екенін әлі есіме түсіре алмай тұрмын. Және оның күртесіндегі үлкен әдемі тереуішін бір жерден көрген сияқтымын. Еркін өте мейірімді, жанашыр адам. Оның ойынан әлгі нан дүкенінің жанында кездескен қарт әйел шықпай қойды. Ер адам өзін көмекке мұқтаж адамға көмектеспегені үшін жазғырды.
Еркінді бұл әйелдің бет-әлпеті оған таныс болып көрінгені қатты алаңдатты. Бірақ ол онымен бұрын қай жерде кездескенін есіне түсіре алмады. Еркін кеңсеге әдеттегідей өте ерте келді. Заттардың есебін жүргізуге тырысып, кейбір бірнеше қарапайым есептерді ойша шығара бастады. Менің басым ұйқым дұрыс болмаған соң қайнап жатыр ма? Әлде математикалық есеп өте қиын ба? Деп күлді Еркін. Математика. Я, сонда ол кісі Ғайынжамал Мұратқызы ма? Деп айғайлады ол. Әрине, дәл өзі. Сол баяғы таныс түйреуші мен үстіне киетін күртешесі. Мен ол кісіні көрмегеніме қанша жыл болды? 17 жыл болды. Я, ол кісі қатты өзгеріп кетіпті. Ғайынжамал Мұратқызы математика пәнінің мұғалімі еді. Ол кісіні бәрі жақсы көретін. Тіпті оқушылардың ата-аналары да кеңес алу үшін оған жүгінетін. Ол ешкімді назарынан тыс қалдырмады. Ғайынжамал Мұратқызы кеш тұрмысқа шықты. 38 жасында қызды болды. Қызы өте әлсіз, аурушаң еді. 3 жасқа толғанда шетінеп кетті. Қызы қайтыс болғаннан кейін Ғайынжамал Мұратқызы күйеуімен ажырасып кетті. Күйеуі ішетін, бірақ қызын қатты жақсы көретін. Ол қызынан айырылған соң таза салынып ішетін болып кетті. Содан бері Ғайынжамал Мұратқызы өзінің барлық аналық махаббатын оқушыларына бөлді. Еркіннің бақытты балалық шағы болмады. Оны жалғыз әжесі тәрбиелеп өсірді. Еркіннің ата-анасы ерте өмірден өтті. Олар жүк көлігінің артына тиеліп алып, шөп шабуға бара жатып көлік аударылды. Содан ата-анасы қайтыс болған кезде Еркін 10 жаста еді. Еркін сабағын жақсы оқыды. Бала өзін енді қолдайтын ешкімі жоқ екенін, бұл өмірде бәріне қажырлы еңбекпен ғана қол жеткізуге болатынын түсінді. Еркін ешқашан мойымады. Ол Ғайынжамал Мұратқызының сүйікті шәкірті болды. Еркін жасөспірім кезінде Ғайынжамал Мұратқызының үйіне бірнеше рет барған. Ол кісі жер үйде тұратын. Оны әртүрлі сылтаулармен үйіне шақыратын. Біресе су тасып бер, біресе маған ағаш кесіп бер деп жұмсайтын. Ғайынжамал Мұратқызы олардың жағдайларының жоқ екенін, кедей тұратынын білді. Сондықтан Еркін дұрыс тойып тамақтанбайтын. Ол оны бірнеше рет түскі асқа шақырды. Бірақ бала үзілді-кесілді бас тартты. Ол өте намысшыл бала болатын. Сондықтан мұғалімі ананы-мынаны сылтауратып, оған-маған қолғабыс қылшы деп алдап шақырып алатын. Жұмыс аз болса да, жұмыс біткен соң маған көмектескеніңе рахмет деп, оны әрқашан жақсылап тамақтандыратын. Ғайынжамал Мұратқызы өз қолымен пешке нан пісіретін. Ол кезде ол кісі нан пісіретін табаларым маған әжемнен қалған деп айтып отыратын. Ол кісінің қолынан шыққан нанды айтсаңшы, жұп-жұмсақ, үлпілдек. Бұл наныңыздың дәміне жететін бұл әлемде ештеңе жоқ деп Еркін мақтайтын. Жақсы онда, бұдан дәмді ештеңе жоқ болса, онда әжең де ауыз тисін, өзіңмен бірге ала кет деп Ғайынжамал Мұратқызы нанның жартысынан көбін бөліп салып беретін. Бас тартуды ойлаушы да болма, дейтін. Еркін жастық шағындағы естеліктеріне сүңгіп, орындықта шалқайып отырғанда жұмысындағы шұғыл істері туралы мүлдем ұмытып кетті. Оның кабинетінің есігі ашық болса да, қызметкерінің кабинетіне кіргенін байқағанда жоқ. Еркін Қанатұлы, сізге не болды? Деп хатшы қыз алаңдап сұрады. Сізде бәрі дұрыс па? Сіз жылағансыз ба? Жоқ, менде бәрі жақсы. Жай көздерім жасаурап жатыр. Қазір онда мен дәріханаға жүгіріп барып келейін. Көзге тамызатын дәрі алып келейін. Жоқ, қажет емес. Менде бар. Сіз мені одан да Расын Қайырбековпен байланыстырыңыз. Еркін бір кездері Ғайынжамал Мұратқызы тұрған үйдің орнына көп қабатты үйлер салынғанын біледі. Сондықтан оның мекен жайын білу үшін құқық қорғау органында жұмыс істейтін өзінің көптен бергі досынан көмек сұрауға шешім қабылдады. Ол оған көп күттірмей-ақ 1 сағаттан кейін бұрынғы мұғалімінің мекен жайын тауып берді. Тек ол кісіге баратын уақыты болмай, бәрін кейінге қалдыруға тура келді.
Еркін кешке таман үйіне келген соң Ғайынжамал Мұратқызы туралы әйеліне бәрін айтып берді. Мадина, мен былай ойлап тұрмын. Ғайынжамал Мұратқызы өте тәрбиелі, дана әйел. Сен перзентханада болған кезіңде балаларға қарауды сеніп тапсыратын ешкім жоқ деп алаңдап жүрсің ғой. Мүмкін сол кісіні шақырайық. Ол кісінің маған көп көмегі тиді. Әрқашан мені жігерлендіріп қолдайтын. Әрқашан қиналған шағымда сол кісінің айтқан сөздерін есіме түсіретінмін. Ол кісі сол кезде маған сеніп қолдамаса, мен мұндай жетістікке жетпес пе едім, білмеймін. Ал енді ол кісінің көмекке мұқтаж екенін біле тұра, мен оған бейжай қарай алмаймын. Әрине жаным, ол кісіні барып алып кел, бізбен бірге тұрсын. Мүмкін ол кісі біздің үлкен ұлымызды мектепте төбелеспейтіндей қылып жөнге салар. Ой, сен Ғайынжамал Мұратқызын білмейсің ғой. Ол кісі тіпті мінезі ең нашар баланың өзін жақсы жаққа өзгертеді. Еркін әйеліне қарап жымиды. Әйелі екеуі бір-бірін жақсы түсінетін, әрқашан бір-бірін қолдайтын. Еркіннің қолы тек жексенбі күні ғана босады. Ол әдемі гүл шоғын сатып алып, бұрынғы мұғалімінің үйіне барды. Еркін қатты қобалжып, есіктің қоңырауын басты. Есік ашылды. Иә, шынымен де Ғайынжамал Мұратқызы қатты өзгеріп кеткен, жүдеп қартайып кеткен. Көздерінің бұрынғыдай нұры жоқ. Сәлеметсіз бе, Ғайынжамал Мұратқызы? Мен Еркінмін ғой, Қанаттың ұлы. Мүмкін мен сіздің есіңізде жоқ шығармын. Менің мектепті бітіріп кеткеніме 10 жыл болды. Сәлеметсің бе, Еркін? Қалың қалай? Ішке кір, ұялма, кіре ғой. Қалай сені есімнен шығарамын? Мен сені сол күні нан дүкенінің жанында тұрғанда танығанмын. Кешіріңіз, Ғайынжамал апай, мен сізді бірден таныған жоқпын. Сол күні ештеңеге мән бермей, ойланып кетіппін. Ал мен болсам, қайыршы болған соң жаныма жақындаудан ұялдың деп ойладым. Деп қарт мұғалімнің көзі жасқа толды. О не дегеніңіз? Мен содан кейін сізді іздедім. Енді тапқаныма өте қуаныштымын. Еркін қолындағы гүл шоғын ұсынды. Рахмет балам, мен соңғы рет 4 жыл бұрын 1 қыркүйекте гүл алған шығармын. Сол оқу жылы біткенше жұмыс істедім, содан кейін жұмыстан шықтым. Кешір, мен саған шай ұсына алмаймын. Зейнетақымды тек 2 күннен кейін ғана аламын. Мен сізді өз үйіме қонаққа шақырамын. Шындығында, мен сізді алып кету үшін келгенмін. Менің үлкен үйім бар, үйленгенмін, 2 ұлым бар. Жақын арада Құдай бұйыртса, қызым да дүниеге келеді. Жоқ, Еркін, мен сенің үйіңе барып саған масыл болғым келмейді. Содан соң, сенің отбасың үйінде бөтен адамның пайда болғанына қуанышты болады деп ойламаймын. Ғайынжамал Мұратқызы, мен егер сіз келіссеңіз, жұмысқа шақырамын. Мен әйеліммен сөйлестім, ол да қуана келісті. Біздің балаларымызға сіз сияқты дана, білімді тәлімгер мұғалім керек. Егер сіз болмасаңыз, бізге кім көмектеседі? Анау Арман, менің үлкен ұлым. Үнемі төбелеседі де жүреді. Бізді үнемі оның тәртібіне шағымданып, мектепке шақырады. Еркін, ал ол менің қолымнан келе ме? Мен келесі жылы 70 жасқа толамын ғой. Әрине, қолыңыздан келеді. Күмәніңіз болмасын. Ғайынжамал Мұратқызы, жиналыңыз, менің отбасыммен танысуға барамыз. Сол күннен бастап Ғайынжамал Мұратқызы Еркіннің үйіне қоныстанды. Жоқшылықты ұмытты. Мадина екеуінің әңгімелері таусылмайтын. Қарт мұғалімнің әңгімелері өте қызықты еді. 1,5 аптадан кейін Еркін мен Мадинаның көптен күткен қызы дүниеге келді. Оның атын Гүлназ деп қойды. Мадина перзентханада болған кезде ұлдары Ғайынжамал әжемен бірге қалды. Ол оларға тамақ дайындап, сабақтарына көмектесті. Еркін мен Мадина балаларына алаңдамады. Оларды сенімді қолға тапсырғандықтан еш уайымдамады. Арманның мінезі дұрысталды. Ғайынжамал Мұратқызы оны жөнге салу үшін тіпті даусын да көтерген емес. Арман мектепте төбелес шығаруды қойды. Міне, енді бүгін Еркін әйелін перзентханадан жаңа туған қызымен бірге алып келу үшін кетті. Ал ұлдары үйде қалды.
Мен сендерді қатты сағындым. Сендердің қалдарың қалай? Сендер мені сағындыңдар ма? Деп Мадина ұлдарын құшақтады. Бізде бәрі керемет, деді кіші ұлы Әрсен күлімдеп. Анашым, біз Ғайын-Жамал әже екеуміз нан пісірдік, деп мақтанды Арман. Өте дәмді болып шықты. Тек Ғайын-Жамал әже нағыз пеште піскен нанға жетпейді дейді. Пеште піскен нан одан да дәмді болады екен. Құрметті тыңдарман, егер әңгіме ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелмеген болсаңыз, тіркелуіңізді сұраймын. Және де әңгіме тыңдағанды жақсы көретін таныстарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Мені қолдайтын әр оқырманыма мың алғыс.